Менен қалма. Мұнда не болған? Ақырын, достым. Викинг! Ат! Астрита байла! Викинг! Кетті! Құйрығын байқаңдар! Аяқтарын байлаңдар! Ұстаңдар! Мынау сол емес пе өзі? Тоқтаңдар! Найзағай! Не істеп жатсыңдар? Тағы келдіңдер ме? Өз көзіме өзім сенсем бұйырмасын. Мынау түнгі фурияның нағыз ғой. Олар түп тұқиянмен жойылып кеткен шығар десем. Жігіттер, жолымыз болды деген осы. Драгоның айдаһарлар әскерінде мұндай жоқ шығар. Айдаһарлар әскері? Тыңдаңдар, бізді бұл іске араластырмаңдар. Айдаһарларды орламай тұрып, ойлануларын керек еді. Онымен қоймай қамалымыздың тасталғанын шығардыңдар. Сен өзі не деп тұрсың? Мұны біз істеді деп тұрсың ба? Айдаһар аулау оңай шаруа емес. Оларды құтқару мақсатында кетпегендері анық. Не? Түк түсінсем бермасын. Сонда басқа да шабандоздар бар ма? Оны кешетінде осында келген досыңнан сұра, сол жақсы біледі. Бәлкім мұзды жалмен шарпитын айдаһар сені қолдайтын шығар. Бірақ бізге тапсырманы орындау керек. Бұл бөліктің бәрін Драго Бладвиске не деп түсіндіреміз? Драго кім? Не айтып кеттің өзі? Түсінбедім. Ертеңге дейін әскеріне жаңа айдаһарлар апарып қосуымыз керек, балақай. Драго сылтау айтқандарды жақтырмайды. Оған соңғы рет құралаған барғанымда маған істегені осы. Келесіде бұндай аяушылық болмайтынын айтты. Біз айдаһар тонаушы жайлы да, мұзды жалын шашатын айдаһар жайлы да, сенің есерсоқ басшың мен оның әскері жайлы да ештеңе білмейміз. Бізге айдаһарды қайтарсаң болғаны, келген жағымызға кетеміз. Онсыз да бір-бірімізді жөнді танымаймыз. Айыпқа бермаңдар. Атым Эрет болады. Эреттің ұлымын. Жер бетіндегі ең мықты айдаһар аулаушымын. Біле білсеңдер, түнгі фурияны ауыздықтау әркімнің қолынан келе бермейді. Мынау қызыл иек, кету керек дейді. Дәл қазір. Бәрінің айтатын сол. Ұстаңдар оларды! Найзағай! Қане, ұш! Қане, ұстаңдар! Ол айдаһарларда бәрібір бір күні берулеріне тура келеді. Естимісіңдер мені? Драго түк қоймай тартып алады. Қане, майлайық! Сәлем, Стой. Қалайсың? Бүгін керемет күн. Сәлем, Қорсылдақ. Керемет жарыс болды. Кешіріңіз, ханым. Еш хабар жоқ па? Дүниенің басқа бір шетіне ұшып кеткен шығар. Расымен сол балаға ауылды басқаруды тапсырғың келе ме? Әзірге өзің басқара тұрсаң қайтеді. Ел басқаруға дайын. Көресің әлі. Міне өзде келді. Бөрік аралының мақтанышы. Ақыры ақылға келген екенсің ғой. Өй, кешігіп қалдым. Әке, саған бір нәрсе айтам. Жауабыңды айтқан жасықсың ба? Сен ойлаған нәрсе емес, өте маңызды. Жарайсың. Бірінші сабақ. Көсем ең алдымен халқын ойлауы тиіс. 41-ші. Оңаша сөйлесек бола ма? Қара. Менің кезегім. Сөйлесуіміз керек. Сөйлесейік. Кешіріңіздер, кезегімді күні бойы күттім. Жарайды, маған керегі үлкен жүк салғышы бар. Тікенекті биік ер тоқым керек. Әлбетте, қазырақ жасап берем. Әке, бұл негіз ер тоқым жасаудан әлдеқайда маңызды. Екінші сабақ. Халқыңа қызмет етуге келгенде ұсақ түйек деген нәрсе болмайды. Кешір, Малжың. Әке, сөйлесуіміз керек. Малжың, тағы да көрік жайлы ұмытып кеттің.